жолда келе жатып бір күшікті көреді. Күшікті көріп, бұзық тәртібін ашады, Аслан алып ана күшікті теуіп, лақтырып жесе бастайды. Оны көрген Марат, жоқ, біз бүгінгі сабақта қамқорлық туралы тақырыпта сабақ өттік қой. Ол ит бізден бір көмек сұрап тұр. Марат айтады, сол суды берейік, сен өйтіп бұзақы жасама, біз сабақта бүгін өттік қой сол тақырыпта. Бұл Мараттың мектепте өткен тақырыпқа байланысты сабақты жақсы меңгергені болып тұр да. Мәтіндегі негіз ой, адамның ең басты байлығы ол аман есен жүргені, денсаулығы жас жігітке ақыл айтады. Енді біз осы мәтінге байланысты үш тез құрастыру керек болған. Соны жігіт неге мұғаяды? Бірінші сұрақ, оны нұсқалармен бай болмаған үшін, көзі көрге қалған үшін, итін жоғалтып алған үшін. Ақыл айтады, анасы, ағасы қарт. Жігітке қарт өтіп бара жатқан қарт ақылмен айтады. Бала өзінің кедейлігіне жаңағы жалпы сапа жасай бергендіктен шал айтады ғой, сен байсың, көзің көреді, қолың. Баланың өз денсаулығы бар екенін, күш-қуатының бар, жігерінің бар екенін өзі білмейді, өзі бағаламайды да. Бірақ шал оның қайраттайды. Букет гүлдермен неше түрлі жеткізуімізге болады. Клубника шоколад жасасақ та болады, дәме жасасақ та болады. Ақша табысы да көзі, табыстың көзі. Букет гүл. Тез жасаудың амалысы. Әшекей бұйымдары. Әшекей бұйымдары өзіміздің қазақи стильде. Ал енді біздің саяхат яқтымыз. Осымен бала шағамызбен жазғы демалысымызда қыдырамыз. Өздерінің ойлары арқылы жасағандар. Балалық шақ қой. Күшті.